Құрастыруын сторис форматта тағы көрсетіп жіберейін. Лентамыздың бас жақтарын отпен күйдіріп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша лента дайындайсыздар. Төртеуін бірдей етіп кесіп алдық. Енді домалақ фетрді мына жерде шашқа тағатын резинкаға тігіп шығамыз. Лентамызды осылай бүктеп, екеуін бірінің үстіне бірін қоямыз да, фетрдің үстіне қойып тігіп аламыз. Мінекей осылай қойып тігіп аламыз. Енді қалған үшінші, төртінші лентамызды да осылай бүктейміз да, бір-біріне айқастыра қоя отырып, осылай қоямыз да тігіп аламыз. Енді алдыңғы жақтарын мен жіпті осылай өткізіп, жиырдым кішкене. Жиырмай сол күйінде қалдырсаңыздар да болады. Енді кімнің қалауы қалай, солай жасаңыздар, Ортасына дайындап қойған кристалл тасымызды қойып, астыңғы фетрмен біріктіріп тігеміз.
Мінекей біздің бантигіміз дайын. Енді құрастырамыз. Құрастыру үшін бізге швензиялар және де сеп керек болады. Швензидің басы бекітілген түрін аласыздар да, оған жемчугты және де мынандай швензидің түрін өткізіп алып, мына тесіктен жоғары қарай өткіземіз. Бұл жерге жемчуг және де хрусталь өткізіп, орап бекітеміз. Арқанды септі 10 см етіп кесіп алдым. Бастапқы бөлігін, бас жағын осы домалақ темірмен біріктіреміз. Мінекей мына жерден екеуін қосып біріктіреміз. Келесі септің басына тағы да швензидің басы бекітілген түрін алып, оған жемчуг өткізіп, мына жерде тесігінен өтіп кетпейтіндей. И тағы да мынандай колпачок сияқты швензи өткіземіз. Және де екінші бөлігінен тесігінен өткіземіз. Бұл жерде де дәл солай жемчугты және де хрустальды өткізіп, швензиді орап бекітеміз. Мінекей, енді септің бір шетімен мына дайын болған салпыншақтарымызды біріктіреміз. Септің екінші бөлігін мына жерде фетрға жақсылап тігеміз. Сонымен біздің шашпауымыз дайын болады. Мінекей біздің шашпауымыз дайын. Осы техникамен сырға да жасауға болады, қапсырма кәжекейге де салпыншақтар жасауға болады. Жасап, міндетті түрде фотоотчет жіберіңіздер. Сәттілік!